Өңірде кәсіпкерлік саласындағы заң бұзушылықтар мен түрлі мүліктік даулар бойынша сотқа тартылған істер едәуір азайып келеді. Өткен жылдың осы кезеңінде облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 1756 іс қаралған. Ал биыл бұл көрсеткіш 11,8%-ға азайды. Нәтиженің бұлайша жақсаруына бітімгершілік келісім мен медиация тәртібінің тиімді жүргізілуі сеп болуда. Әлеуметтік жанжалды алға тартып, бірін-бірі сотқа сүйреу екі тарапқа да тиімсіз. Ал мәселені бітіммен шешу уақытқа да қаржыға да үнем болады. Яғни іс сотта қаралса, мемлекеттік баж салығы өндіріліп, процесс бірнеше айға созылуы мүмкін. Сондықтан қазір медиация тәртібі жетілдіріліп, оған жүгінушілер көбейген. Сондай-ақ бітістіруші судья пилоттық жобасы да өз нәтижесін беруде. Бұл пилоттық жоба былтырғы жылдың осы кезеңмен салыстырғанда өзінің нәтижесін бергендігін анықтап отыр. Атап айтқанда, бітімге келушілердің саны және медиацияға келушілердің саны екі есе артып отқандығын байқап отыр көрсеткіштер. Бұл пилоттық жобаның негізгі мақсаты дауды ушықтырмай, барынша тараптарды қысқа уақытта бітімге келтіру. Өткен жылмен салыстырғанда талап арыздар саны азайған. Ол азаю себебі елбасының тапсырмасына сәйкес, жоғары сот төрағасының тапсырмасына сәйкес заңнамалық актілерге өзгерістер енгізіліп, толықтырулар енгізіліп, соттардың тараптардың арасында дау жоқ азаматтық істерді азайту мақсатында өзгерістер енгізіліп, ағымдағы жылы мынау дау жоқ талап арыздар бойынша нотариустарға барып жатыр. Қаңтар айынан бастап мемлекеттік сатып алу саласына өзгеріс енгізілгенді. Тендерге қатысушылар төмен баға ұсынбас үшін арнайы шектеу қойылған. Әйтсе де мұны елемей, заңсыздыққа баратындардың қатары азаймай отыр. Мұнымен қоса тендерде тапсырыс берушілер тарапынан сотқа талап арызын уақытылы жолдамау дерегі жиі кездесуде. Кейде тапсырыс берушілер мерзімінде жүгінбейді. Сондай заңбұзушылықтар орын алған жағдайда нақты мысалға аяқтайтын күні, жұмыстарды болмаса тауарды жеткізетін күні белгіленеді шартпен. Ол мерзімнен кешіктіргеннен кейін, яғни белгілі кешіктіргені, содан 30 күннен кешіктірмей тапсырыс беруші сотқа жүгіну керек. Ол мерзімді өткізіп алған жағдайда талап қою арызы қанағаттандырудан бас тартылуға жатады. Бүгінде сот жүйесін жаңғырту мақсатында бірқатар жобалар қолға алынуда. Мәселен, шалғай елді мекен тұрғындары сот процестеріне ғаламтор желісі арқылы онлайн түрде қатыса алады. Шалғай жерлерде тұратын тараптарды әуре сарсаңға салмай, аудандық соттарда орналасқан сот залдарынан бейне байланыс конференциялар арқылы да қатыстырып жатыр. Сонымен қатар, ол жерге де бармайым десе, кәдімгі мобильдік телефондарында Трикомф деген қосымша бар. Сол арқылы бізге сот залына қосып береді техникалық қызметкерлер. Ауылдық жерде отырып, ол жерде интернет болса жеткілікті. Сот жүйесін жетілдіру уақыт талабынан туындаған бастама. Сондықтан облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қолға алынған жаңашылдықтар оң нәтижесін қазірден көрсетуде. Елжас Әбділда, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.